Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қызылорда қаласы номер 11 мектеп-лицейінің география пән мұғалімі Каимова Айгүл Исанбайқызы. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы географиялық деректерді визуализациялау. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты статистикалық деректерді талдау нәтижелері бойынша картограммалар мен картодиаграммаларды жасау. Визуализациялауды қазіргі таңда табиғаты әсем ерекше аймақтарға қаржы мен уақыт тапшылығы мүмкіндік бермеген жағдайда тиімді қолдануға болады. The U.S. women's national team will be celebrating their record-setting third Women's World Cup trophy in the 5 boroughs, with the ticker tape parade later today in Lower Manhattan. Визуализациялау үшін 2D және 3 өлшемді карталар жасау, цифрлық анимация, диаграммалар жасау үшін түрлі әдістер қолданылады. Назарларыңызға визуализациялауға бірнеше мысалдар ұсынамын. Планетадағы барлық су мен ауаны шар етіп жинаса, салыстырмалы түрде осындай ғана болады екен. Дүниежүзілік мұхиттағы оттегісі тым аз өлі зоналар берілген. Елдің түсі қою болған сайын, онда улы жәндіктер көп мекендейді деген сөз. Танымал Google Earth бағдарламасының 3D карталары. Карта бетіндегі статистикалық мәліметтерді визуализациялаудағы ең тиімді әдістер картограмма мен картодиаграммалар жасау. Географиялық деректерді визуализациялау компьютерлік технология көмегімен цифрлық ақпараттар мен физикалық құбылыстарды байқау, бақылау және талдау үшін қолайлы сипатта берудің ең қажетті және тиімді әдіс-тәсілдерінің жиынтығы. Картодиаграмма карта бетіндегі аумақтық бөліктің белгілі бір статистикалық көрсеткішінің жалпы жиынтығын графикалық кескіндеме диаграмма көмегімен көрсететін карта. Мысалы, мемлекет, облыс, аудан бойынша халықтың саны және құрамы, өнеркәсіптің жалпы өнімі және құрамы, белгілі бір мерзім ішінде өсуі, төмендеуі, тағы басқа көрсетіледі. Мұндай картодиаграмманы жасау үшін әр аумақтық бірлікке осы аумақта қатысты көрсеткіш диаграммасын орналастырады. Диаграммалар әртүрлі геометриялық пішіндер түрінде беріледі. Шеңбер, квадрат, үшбұрыш, сондай-ақ бағаналы диаграммаларда кеңінен қолданылады. Картограмма немесе статистикалық карта деп кестеде көрсетілген көрсеткіштер жиынтықтарын көрнекті түрде әртүрлі белгілері арқылы жеке бейнелеуді, яғни экономикалық географиялық бірліктері, ауыл, аудан, облыс, мемлекет бойынша құбылыстарды, процестерді, өзгерістерді, түрлі түсті бояулар мен контурды картаға көрсету жолдарын айтады. Құбылыстың өлшемін картограммада бояумен немесе штрихтаумен көрсетіледі. Алынған ауданда көрсеткіш көп болған жағдайда бояу, штрихтау қоюырақ болады. Картограмманы құрған кезде берілген аудандарда құбылыстың өлшемін сипаттайтын сандар қатарын көбеюі немесе азаюы тәртібінде орналастырады. Бір картада картограмма мен картодиаграмма әдістерін қатар қолдануға да болады.
Мындай жагдайда картограмма картанын жалпы фонуна айналып, бояумен берилсе, ал диаграммалар ар бир облус шегинде орналашат. Берилген статистикалык маалиметтерди пайдаланып, облустар боюнча карта-диаграмма түрүндө ұсыныңыз. Дескрипторду башчылыкка ала отуруп, тапсырманы орундаңыздар. Берилген статистикалык маалиметти пайдаланып, облустар боюнча картограмма түрүндө ұсыныңыз. Дескрипторду башчылыкка ала отуруп, тапсырманы орундаңыздар. Окуучулар, сиздер бүгүнкү сабакта географиялык деректерди визуализациялоо тууралуу билдиңиздер және визуализациялоодун эң тиімді әдістері картограмма және картодиаграмма жасап үйрөндүңүздөр. Назарларыңызга рахмет, кош сау болуңуздар.